Сәлеметсіз бе? Рухани сторителлинг тыңдап тұр. Қашырдың қайдан пайда болғаны туралы білгім келіп еді. Сол туралы ақпаратпен бөлісіп кетсеңіз жақсы болар еді. Сұрағыңызға рахмет, қуаныштымыз. Қашыр есекпен аттан пайда болды. Ертеде Намұрт патша Ыбырайым пайғамбарды отқа өртемекші болды. Құлдары 40 арба отын жинап, түйеге артты. Алайда ойсыл қара орнынан қозғалмады. Жылқы болса осқырынып жанына да жуытпады. Өгізге артып еді, ол тұрмай жатып алды. Есекке артпақ болып еді, ол ақырып қаша жөнелді. Қашырға жегіп еді, ол отынды қуана тасыды. Содан Ыбырайым пайғамбардың наласына ұшырап, ұрпақ қалдыра алмайтын бейшара боп қалды. Қашыр есекпен аттан ғана пайда болады. Өздігінен ұрпақ көбейтуге қауқарсыз. Қашыр мул, әңгімен биенің буданы. Қашырлар оңтүстік Европа, солтүстік және оңтүстік Америка, Африка және Орта Азияда өсіріледі. Қашыр есекпен жылқыға қарағанда ұзақ өмір сүреді. 40-60 жыл. Шаруашылыққа 30-40 жыл пайдалануға болады. Қашыр күтім талғамайды. Инфекциялар, анемия, пироплазмоз тағы басқа есекпен жылқы ауруларына көп шалдықпайды. Қашырдың биесімен әңгіден ұрпақ болмайды. Жүк қашырының шоқтығына дейінгі биіктігі 118-140 сантиметр. Ол жұмыс көліктерінің бәрінен де күшті. Жүк артатын қашырдың салмағы 300-400 килограмм, ал жегілетін қашырдың 400-600 килограмм. Мініс қашыр жүк жылқысының биесімен Хамандан және Пуастус есегінің әңгісінен алынады. Биік таулы аймақтарда салт мінуге төзімді. Дейін қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыз.